Мағжан Абайдың 1909 жылы Петербургте жарық көрген өлеңдерін оқып, сусындайды. Ақын мұнан әрі білімін Уфадағы Ғалия медресесінде жалғастырады. Мағжан өлеңдері тұңғыш рет Қазанда Кәрімовтар баспаханасынан басылып шығады. Бұған қол ұшын берген ұстазы Ғалымжан Ибрагимов. Мағжан омбыдағы оқытушылар семинариясына оқуға түсіп, алтын медальмен бітіреді. Мағжан ана тілінің мол байлығын бойына барынша сіңірген. Парсы, түрік, араб, орыс тілдерін де жетік білген. Ол Пушкин, Лермонтов, Горький, Байрон, Гете тағы да басқа ақын жазушылардың шығармаларымен танысып, таңдаулы туындыларын ана тілімізге аударды. Мағжан лирик, сыршыл ақын. Ақын лирикасының тақырыптары сан алуан. Туған жер, атамекен, халық тағдыры, адамгершілік, шынайы махаббат және тағы басқалары. Мағжан эпик ақын. Оның қаламынан Батыр Баян, Қорқыт, Жүсіп хан сияқты поэмалар туған. Батыр Баян поэмасында жүрегінің ыстық сезімін өлең өрнегіне шынайылықпен түсірген. Мағжан Жұмабаев көрнекті жазушы, ақын, публицист. Алтын алашқа құрбан болған ақжаны, ақындықтың мұздай мөлдір маржаны, Жұмабайдың Мағжаны деп таныда, Ұлы Абайдың ұрпағы деп басыңды.